Болған оқиға гараждағы қосмайды. Бұл оқиға бүкіл Ресейді дүр сілкіндірді. Жаңа жылдың қарсаңында әкесі мен баласы кешкі асқа қамданып, гараждың ішіндегі ұрадан картоп алмақшы болады. Ұраға ұлын түсіріп көршісін құттықтап келуге кетіп бара жатып, баласына: "Сен картоп жинай бер, мен көршіге барып келейін", дейді әкесі. Аяз кірмесін деп есікті сыртынан жауып кетеді. Сөйтіп, әкесі көршісінің үйінде арақтың үстінен түседі. Шайтан судың шалығы тиген ол ақылынан айырылғанша арақтан сіміреді. Ертесі есін әрең жинаған әкесінің ойына кенет баласы түседі. Жан дәрменнің гаражға қарай жүгіреді. Сол күні күн райы күрт төмендеп 44 градус аяз бетті қарып тұрған еді. Гараждың есігін ашқан бойда қарсы алдында қалқайып қатып қалған баласын көреді. Қараңғы қапас ұрадан қорыққан жасөспірім есік саңлауынан сығалаған болмашы сәулені ес көріп, гараж есігін сүйенген күйі көз жұмған еді. Қомағай қу құлқынның құрығына ілігіп, қасіретке қалған әкесі қайғыға қарсы тұра алмай, өз өмірін өзі қиюға шұғыл шешім қабылдап, гараж ішінде асылып өледі. Осы оқиға белгілі бір орыс ақынынан бей-жай қалдырмай гараж деген өлеңінің өмірге келуіне себеп болғанды. Гараж. "Жүр балам", деді әкесі, "ұрадан азық алайық. Ертерек барып келмесек, кеш түсті қас қарайып. Қыс келіп елге қаһарлы, көбесін көздің бұғанды. Сығымдап бірген жаһанда желтоқсан еді ызғарлы. Анаң да бүгін жұмыста, тынған бәсіра тірі адам. Қам жасап кешкі тамаққа алайық азық ұрадан". Жол бойы әке ұлына тіршілік жайлы толғанды. Шүкір деп Құдай мұныңа, гаражды ашпақ болғанды. Гаражды ашып әкесі сипады ескі көлігін. Ұраны нұсқап қолымен: "Түс", деді, "мұнда сен ұлым. Ұрадан керек картопты жия бер балам", деді де жөнелді өзі көршіге құттықтап айту келуге. Көршісі екі досымен сіміріп арақ жатқанды. Шайтан су енді бұғанда салды тұсау қақпанды. Қосылды келіп қатарға, жоқ деуге қайда тағаты. Баланы мүлде ұмытып, таң ата төсекке жатқанды. Араққа ашып аранын түс әлеті әрең жиды есін. Сілкісе арақ санасын, өз еркін қалай билесін. Қайда деп бала бір кезде селк етіп жаны бұлқынды. Адамдай бейне жын кезбей гаражға қарай ұмтылды. Бозара түсі сұрланып, сақылдап тісі тірілдеп, гаражға қарай жынданып жүгірді қайда ұлым деп. Есігін ашты сарайдың, үрейде енді ілесіп. Сазарып жүзі ақ айдын, баласы жатыр сіресіп. Арақтың арам зарқынан өмірдің күні батыпты. Көзінен аққан ыстық жас аязда мұз боп қатыпты. Анасы жоқ үйінде, жұмыста еді күні түн. Баласын жап-жас күйінде өлтірді әке құлқыны. Боздады балам деп, аймалап баласын ақтаңдай. Не жаздым әке саған деп, баласы сөйлеп жатқандай. Аңыз. Әкесін тәубеге әкелген кішкентай қыз. Малик ибн Динардан тәубе қылуына себебін сұрады. Оның жауабы: бұрында мен ойын күлкі және ішкілікке қатты берілген едім. Көңіл үшін бір күн сатып алдым. Біраз уақыт өткен соң кішкене қызымыз болды. Мен қызымды өте жақсы көретінмін. Ол өсіп, үлкейіп, еңбектейтін жүретін болды. Қашан шаршап ішпек болсам, қолымнан алып шарапты төгіп тастайтын. Бірақ 2 жасында шетінеді. Мен қатты мұңға баттым. Шағбан айы еді. Бір күні жарты түнде мас болып ұйықтап қалыппын. Түс көрдім. Қиямет күні болғандай. Қабірімнен шығып келіппін. Былай қарасам, жанымда үлкен айдаһар мені жейін деп тұр екен. Одан қорып қаштым.
ал ол қуа бастады. Қанша қатты қашсам да құтыла алмаушы едім. Қашып жатып жолда аппақ киімді ақсақалды кездестірдім. Оған: ата, мені ана айдаһардан құтқарыңыз, ол мені жемекші деп жалынған едім. Ол: ұлым, мен қартайып күштен қалғанмын. Ол менен қуаттырақ, күшімде жетпейді. Сен қашып жолыңды жалғастыр. Аллах сені одан аман алып қалар, деді. Мен тезірек жүгіре бастадым. Айдаһар да ізімнен қалмай келуші еді. Жүгіре тозаққа да келіп қалдым. Тозақ қызып қайнап жатқан еді. Оған түсіп кетуіме деп бір мезет қалды. Сонда біреу: сен менің отбасымнан емессің, деді. Ол жерден бұрылып және қаша бастадым. Айдаһар да әлі қуып келе жатқан еді. Қаша-қаша көзі шағылыстыратын нұрлы тауға жақындадым. Тауда сарай болып, олардың есік және перделері көзге тасталып тұратын. Осы уақытта біреу дұшпаны жетіп келіп өлтірмей тұрғанда мына бейшараны құтқарыңдар, деді. Есіктер ашылып, перделер көтеріліп, ол жерден жүз жері айдай балалар шығып келді. Қызым да олармен бірге еді. Мені көріп алдыма келді. Оң қолымен айдаһарды ұрып еді, ол қашып кетті. Кейін тіземе отырды да: әкешім, иман келтірген заттар үшін Аллахтың зікірі себепті және хақ Құран себепті. Көңілін еріп, қорқатын уақыт келмеді ме? деді. Қызым, сендер де Құранды білесіңдер ме деп сұрасам: сіздерден гөрі жақсырақ білеміз, деді. Бұл жерде не істейсіңдер? Біз мұсылмандардың жас жетілген балдарымыз. Қиямет күніне дейін осы жерде сіздерді күтіп өмір сүреміз. Қызым, мені қуып өлтірмек болған айдаһар не деді? Әкешім, ол сіздің жаман амалдарыңыз. Оны күшейтіп, көбейтіп жібердіңіз. Сол үшін сізді өлтірмек болды. Ал жаңағы ақсақал кім еді? Ол сіздің жақсы амалыңыз. Оны азайтып, әлсіреп жібердіңіз. Сол үшін жаман амалыңызға оның күші жетпеді. Аллахқа тәубе еттіңіз. Апатқа ұшырамау үшін жақсылықты көп жасағаныңыз жақсы, деді. Мен шошып ояндым және сол мезетте Аллахқа тәубе еттім. Бауырлар, не балалар, немесе қыздар жастығында шетінеген болса, перзенттің берекесіне қараңыз. Егер ата-ана сауап үмітінде сабыр қылып, әрине біз Аллахтікіміз, әрине біз оған оралушымыз дейтін болса, олар үшін Аллах уәде еткен жаңа басқа да көп деген жеңілдіктер дүниеге келеді. Аңыз. Бір жас жігіт ата-анасын ренжітіп үйінен кетіп қалды. Өмір жолынан адасып, түрмеден бірақ шықты. Ол түрмеде отырып өзінің өмірі, жасаған қателіктері жайлы ойланып, қатты өкінді. Оның ойына қасиетті Құрандағы мына аят есіне түсті. Раббың жалғыз. Оған ғана құлшылық етулеріңді және ата-анаға жақсылық істеулеріңді бұйырады. Егер олардың біреуі немесе екеуі сенің қол астыңда кәрілікке жетсе, оларға қарап үх деме. Олардың сөздерін қайтарма. Оларға әрдайым жақсы сөз айт. Әл-Исра сүресі 23 аят. Ол жасаған ағат қылықтары үшін күні-түні Алладан кешірім сұрады. Түрмеден шыққан соң әкесінің үйіне оралуға шешім қабылдады. Міне, сол күнде келді, бірақ ол ата-анасына оралуға ұялды. Себебі оларға көп қайғы келтірген еді. Бұрын өзі тұрған көшеге келді. Анадайда туылып өскен қызыл кірпішті үй тұр. Ол хат жазып, үйінің табалдырығына тастап кетті. Хат мазмұны қысқаша мынадай еді. Әке, ана, мені кешіріңіздер. Егер кешірген болсаңыздар, бұрынғы менің жатын бөлмемнің терезесіне ақ бет орамал байлап қойыңыздар. Сонда мен үйге кіремін. Керісінше болса, сіздерді мазаламаймын. Белгіленген күні жігіт таңертең ерте өзінің балалық шағы өткен көшеге барады. Ол өз үйіне жақындады. Оның жатын бөлмесі терезесі көшеге қараған бөлме еді. Ол үйі орналасқан көшенің бұрылысына келгенде қатты толқып, жүрегі қатты соқты.
көзін жұмып ең соңғы қадамды басты. Ал көзді ашқан сәтте оның көз алдында қызыл кірпішті үй тұрмады. Айналаның бәрі аппақ. Үйдің барлық терезелеріне, есіктеріне ақ шаймалар, орамалдар, бет орамалдар ілініп тастаған еді. Ата-анасы балалары кішкентай бет орамалды байқамай қалады деп қорқып, айналаның бәрін аққа ораған еді. Олар ұлдарын жоғалтудан қорқып, оның толықтай кешірілгенін білдіру үшін барынша тырысқан болатын. Ата-ана баласын әрқашанда кешіруге дайын. Ал біз ата-ананы ренжітпей жүруге қаншалықты дайынбыз? Ата-ананың жүрегі теңіз. Оның түбінде әрқашан перзентіне деген кешірім табылады. Аңыз халық аузынан. Әрбір жан иесінің өзіне ғана тән, басқа ешбір адамға ұқсамайтын ерекше тағдыры бар. Сырын ешкім аша алмайтын тылсымы, аса тереңде жатқан ғажап нәрсе. Одан адам баласы ғибраттанып қана қоймаса, тұңғиығына үңіліп, ұғынамын деу ақылға ауыр тиіп, миыңды талдырады. Ертелікте тәуекел деген адам кедейліктің зардабын әбден тартып, жанына батқан соң Аллаға жалбарына дұға қылып, таршылықтан құтқаруын сұрайды екен. Сол қаланың тұрғыны Әбдікәрім керісінше асқан бай болыпты. Алыс жақын елдермен жасаған саудасы өркендеп, жыл сайын дәулеті асқан үстіне аса түсіпті. Өзі тұратын қаласының мұң-мұқтажына қаражат бөліп, қажетті істен тартынбайтын, қолы ашық, жомарт адам еді. Әсіресе жетім мен жесір, білім мен денсаулыққа байланысты шараларға ерекше ынта танытып, қамқорлық жасауды жаны сүйеді екен. Малым арым жанымның садақасы, ал жаным иманымның садақасы деген сөз сол кісіден қалған екен дейді. Әбдікәрімнің ел есінде қалған бойындағы тағы бір қасиетті ерекше тақуалығы екен. Күнделікті 5 уақыт намаздан соң түн ортасында тұрып, ұзақ уақыт Аллаға құлшылық етіп, намаз оқуды өмірлік әдетіне айналдырыпты. Жұма күні мешітке алғашқылардың қатарында келіп, кешірек қайтатын көрінеді. Сондай күндердің бірінде мешітте аса жұпыны киінген тәуекелдің Аллаға жалбарына кедейліктен құтқаруын сұрап жатқан дұғасын Әбдікәрімнің құлағы шалып қалады. Бұл сөздерді естіген Әбдікәрім пақырды қыжылатын шығаруды ұйғарды. Мешіттің ауласында арнайы тосып алып, тәуекелдің өзімен үйіне ілесіп жүруін өтінді. Үйіне келген соң қонағын ерекше ілтипатпен күтіп, жақсы әңгіме айтып, қарнын тойдырады. Содан соң Әбдікәрім тәуекелді ертіп, өзінің ақша сақтайтын қараңғы бөлмесіне алып келді. Тәуекелді бөлмеге кіргізерде қолына күрек беріп, осы күрекке ілінгенше менің дәулетімнен алып, қажетіңе жарат дейді. Әбдікәрімнің аузынан шыққан сөз тәуекелдің бақыттан басын айналдырып мас етеді. Әп сәтте көз алдына сәулетті үй, қора-қора мал, дастархан толы ас елестеп кетеді. Бөлменің есігін ашқанда түскен жарықтан ішіндегі байлықты көрген тәуекелдің көзі тұманданып, қолы қалтырап, өзін егере алмай, тау болып үйіліп жатқан алтын ділдағы қолындағы күрегін тереңірек көсіп жібереді. Бөлмеден шыққанда қараса, күрегін теріс ұстағанын бірақ біліп, оған ілінген жалғыз ділдәні көзі көреді. Күрегіне жалғыз ғана ділдәнің ілінгеніне көңілі құлазып, қатты қынжылады. Қиялындағы дәулеттің белгісі де мүмкін қолына ілінбегені оған үлкен соққы болады. Берілген мүмкіндікті пайдалана алмағанына өкінеді. Оның бұл күйін байқап тұрған Әбдікәрім, саған кәрім Алла бермегенді, оның құлы Әбдікәрім қалай бере алады деген екен.